Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өзімнің жасалу тәсіліммен гүйрі лагман әзірлеп көрсетемін. Қарапайым әрі ең дәмді гүйрі лагманның бірін дәл осы рецептен табасыз. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз. Лагман майлы болсын десеңіз, көбірек май қосуыңызға болады. Алдымен қызып тұрған майымызда етімізді қызартып аламыз. 2-3 минуттай қуырылған жеткілікті. Содан соң үстінен 2 ас қасықтай соя тұздығын құямыз. Жақсылап араластырып, бетін жабып, 10 минуттай бұқтырып аламыз. Етіміз дәл осылай қып-қызыл түске енген соң, пияздарымызды салып, тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Аса көп қуыру қажет емес, 5 минут қуырылған жеткілікті. Және де сарымсақтарымызды салып, бір араластырып, үстінен қалған заттарымызды салып отырамыз. Кабачки мен пекин капустасын аздап шалай қуырып аламыз. Тұзын дұрыстап алған соң, үстінен сельдерей және помидор және томат салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Болгар бұрыштарымызды салып, тағы да аздап қуырып аламыз. Негізі гүйрі лагманда барлық ингредиенттері жартылай шикі болады. Егер сіздер қаласаңыздар, толықтай пісіріп алуларыңызға болады. Және де үстінен 100-150 граммдай су қойып, мен 10 минуттай бұқтырып алдым. Сонымен біздің гүйрі лагманымыздың подлеві дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Және де төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.